Өмірде ең сорлы адам қолындағы барын бағаламай жоқтың соңынан жүгіріп, барынан айырылған адам. Ол ешқашан шынайы бақытты сезіне алмайды. Себебі оның көзі әрдайым алыста, жүрегі әрдайым қанағатсыз. Өмірде ең сорлы адам кешіре алмайтын адам. Өйткені ол өзгені емес, ең алдымен өзін азаптайды. Кек сақтаған жүрек ешқашан тыныштық таппайды. Өмірде ең сорлы адам өз қадірін білмейтін адам. Өзінің бағасын түсінбеген жан. Өзгеден құрмет күтсе де оны ешқашан толық сезіне алмайды. Өмірде ең сорлы адам уақыттың қадірін түсінбей босқа өткізіп алған адам. Уақыт қайтып келмейді, ал өткен күндер тек өкінішке айналады. Өмірде шындықты мойындаудан қашатын адам. Ол өмір бойы жалғанның көлеңкесінде жүріп, ақиқаттың жарығын көре алмай өтеді. Өмірде жалғыздықтан емес, адамдардың арасында жүріп, өзін жалғыз сезінетін адам. Бұл ең ауыр күй, өйткені жанды түсінетін ешкім жоқ. Өмірде ата-анасының қадірін кеш түсінген адам. Олар кеткен соң қанша өкінсе де уақытты кері қайтара алмайды. Өмірде арманы бар, бірақ әрекеті жоқ адам. Арман тек ойда қалып, шындыққа айналмайды. Өмірде өзгенің өмірімен өмір сүретін адам. Ол ешқашан өзінің кім екенін, не қалайтынын түсінбей өтеді. Өмірде жүрегінде мейірімі жоқ адам. Себебі мейірімсіз жүрек бос жүрек. Ол бос жүрек ешқашан бақытты болмайды. Өмір кейде тым ұзақ сияқты көрінеді, ал кейде бір сәтте өтіп кеткендей болады. Адам баласы екі аралықта өз орнын табуға тырысып әлек. Біреулер бақытты іздейді, біреулер өзін, ал кейбіреулер не іздеп жүргенін де өзі де білмейді. Өмір бұл жарыс емес, бірақ адамдар оны жарысқа айналдырып алған. Біреуден озғым келеді, біреуден қалғым келмейді деп жүріп өз жолын жоғалтып алады. Шын мәнінде өмір өзіңмен күрес. Кеше кім едің, бүгін кімсің, ертең кім боласың? Ең үлкен сұрақ осы. Кейде адамда бәрі бар сияқты көрінеді. Үйі бар, ақшасы бар, айналасында адамдар бар, бірақ ішінде тыныштық жоқ. Ал кейде ештеңесі жоқ, адам күліп жүреді. Сонда түсінесің, бақыт сыртта емес, адамның ішінде. Өмірдің ең ауыр сабағы уақыт. Ол ешқашан тоқтамайды, ешкімді күтпейді. Сен дайынсың ба, дайын емессің бе, ол бәрібір өтеді. Ал уақытпен бірге мүмкіндіктер де өтіп кетеді. Кейін, егер сол кезде деген сөздер ғана қалады. Адам көбіне бақытты алыстан іздейді, ал ол болса дәл қасында тұрады. Ата-ананың жылы сөзі, шынайы дос, тыныш кеш, таза жүрек. Бірақ біз соны кеш түсінеміз. Өмір қателіктерден құралған ұстаз. Құлаған сайын бір нәрсе үйретеді, бірақ бәрі бірдей сабақ алмайды.
кейбіреулер сол бір қателікті қайта-қайта қайталайды. Ең өкініштісі, адам өз өмірін басқа біреудің ойымен сүріп өтеді. Не дейді деген қорқынышпен армандарын көміп тастайды. Ал шындықта сенің өмірің тек сенің жауапкершілігің. Соңында не қалады? Ақша ма? Жоқ. Атақ па? Жоқ. Есте қалатыны сенің қандай адам болғаның, кімге жылу сыйладың, кімге көмектестің, кімнің жүрегінде із қалдырдың. Өмірдің шын мәні сол. Сондықтан өмірді кейінге қалдырма. Жақсы көрсең айт, арманың болса баста, уақытың барда бағала. Өйткені бір күні бәрі кеш болуы мүмкін.